Ассаламағалейкум қадірменді футбол жанкүйерлері. Барлығы асыға күткен Колумбия мен Португалия құрамалары арасындағы тартысты кездесуі тең аяқталды. Жеңе алмаған португалдықтардың жағдайы қаншалықты қиын, оларда қандай қарсыластар күтіп тұр? Ойыннан кейін футболшылар не айтты? Луиш Фигу португал ойыншылары неліктен сынға алды? Осының барлығы біздің бүгінгі шығарылымда. Видео бастамас бұрын қазақ тіліндегі футболға қатысты арнамызды қолдап тіркеліп, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Ендеше бастаймыз. Көпшілік асыға күткен топтық кезеңнің ең қызықты матчында Колумбия мен Португалия құрамалары жолықты. Португалия үшін бұл матч өте маңызды болатын. Себебі қиын қарсыластардан қашып құтылу үшін қалайда осы ойынды жеңіп бірінші орынды алу оларға ауадай қажет еді. Алайда олар ештеңе де жасай алған жоқ. Ашығын айту керек, Колумбия әбден жеңіске лайықты түрде өнер көрсетті. Қақпашы Диего Кошта болмағанда кем дегенде 3 гол соғылуы керек болатын. Көпшілік голдарға толы қызықты матчты күткен еді, алайда ойын 0-0 болып аяқталды. Таблодағы есепке қарап барлығы қызықсыз матч болды деп ойлайтын шығар. Алайда гол соғылмаса да, матчтың өзі нағыз шабуылдар мен соққыларға толы болды. Статистикаға қараңыздар, баққандай 36 соққы. Бұл матч арқылы Колумбияның жайдан-жай құрама емес екендігін анық көрдік. Олар Португалияны ойын бойынша тіпті сезген де жоқ. Жеке өз ойын бойынша дәл мына Колумбия кем дегенде жартылай финалға дейін баруға қабілетті. Бұл матч арқылы бір түйін жасауға болады. Португалияның мына ойымен жағдайлары қиын. Алдағы топ қарсыластармен қалай болатынын елестетудің өзі мүмкін емес. Олар осы турнирде бірінші рет мықты қарсыласқа қарсы ойнап еді, түк те жасай алған жоқ. Осылайша португалдықтар өз жағдайларын қиындатып алды. Өте ауыр қиын сеткаға түсті. 1-16 финалда Хорватиямен жолығады. Әрі қарай өткен жағдайда оларды Испания, Франция сынды алыптар күтіп тұр. Кешегі матчтан кейін футболшылар не айтты? Ендігі кезекті соған арнаймыз. Оған өтпес бұрын сіздер осы аздаған үзілісті пайдаланып, арнамызға тіркеліп, еңбегімізді бағалап, видеоға лайк басуларыңызды сұраймын. Міне, әлем чемпионатының қызығы енді басталды. Әрі қарай тек қана мықтылар тартысқа түседі. Біздің арнамызда бұйыртса турнир бойы қызықты видеолар болады. Сондықтан тіркеліп, бізбен бірге болыңыздар. Бәрі артта қалды. Біз іріктеуден өттік. Ең бастысы осы. Енді қалпымызға келіп, келесі ойынға жақсылап дайындалуымыз қажет. Топтан бірінші орындалу мақсаттарыңыз болды ма? Әрине, солай болғанын қалап еді. Қиын қарсыластар жолына түсіп қалғандығыңыз туралы не айтасыз? Негізі барлық жолда қиын, біз әлем чемпионатындамыз. Мұнда әлемдегі ең мықты құрамалар жиналған. Ертеме кешпе бәрібір мықты құрамалармен кездесесің. 1-16 финалда бола ма, 8-1 ме, әлде ширек финалда ма, бәрібір. Қашан болса да біз дайын боламыз және лайықты түрде жауап береміз. Біз бүгін керемет ойыншылар бар, өте мықты командаға қарсы өте жақсы ойнадық. Біз барынша ұзаққа барғымыз келеді, дегенмен бұл жол оңай емес. Біз бәріне дайынбыз. Роналдумен сөйлестім, ол керемет дос, әрі жақсы адам. Бұрында біз Реалда ойнағанда мен үнемі оның үйінде қонақта болатынмын. 41 жастағы Роналдудың денесі мен формасын қараңыздар. Бұл керемет үлгі. Бұл адам құрметке лайықты. Бұл өте қиын матч болды, бірақ та біз осыны күткен едік. Оңтүстік Америка командаларымен ойнау әрдайым қиын. Оған қоса ауа райы да қиындық тудырды. Бұл біз үшін құнды сынақ болды. Ойыншылар мінез көрсетіп, соңына дейін күресті және қақпамызға гол өткізбей сақтап қалды. Бұл ойын бізге қай бағытта өсуіміз керектігін, қандай тұстарды әлі де жақсарту қажеттігін анық көрсетті. Енді плей-офф басталды. Бұл мүлдем басқа деңгей. Біз 1-16 финалға жолдамалдық. Енді өзімізге жақсы таныс қарсылас Хорватиямен ойынға дайындалуымыз қажет. Біздің мақсатымыз бұрынғы бетінде қалады, әр матчта жеңіске жету. Кейбір ойыншылардың Криштиану Роналдуды Португалия құрамасына мүлдем көргілері келмейтіні анық. Олар Роналду команданы баяулатады деп есептейтін шығар. Бірақ та олар оның бұл ел үшін жасаған барлық еңбектерін ұмытып кетеді. Жас кезінде Криштиануға гол соғу үшін ешкімнің көмегі керек емес еді. Ол матчтарда жалғыз өзі жеңісті жұлып алатын. Жылдар бойы ол Португалияны өз иығында көтеріп келді. Криштиану бұл Португалияның өзі. Ол аңыз ретінде құрметпен лайықты қоштасуға әбден лайықты. Криштиану құрамаға алғаш рет шақыртып алғанда өзінен үлкен ойыншылардың барлығын сыйлайтын. Ал қазір мен өр көкірек балақайларды байқап жүрмін. Бірақ та олар не нәрсеге қол жеткізді? Ештеңеге. Біздің әлем чемпионатын жеңе аламыз деп сенуімізге жалғыз себепкер болған ол Роналду. Ол барлығы үшін шабыт көзі. Командама көмектескеніме қуаныштымын, бірақ та жеңіске жете алмағанымызға қынжыламын. Мен мұнда командама көмектесу үшін әрқашан дайынмын. Мен үшін ең бастысы әрқашанда біздің ұжым. Португалия бір тұтас. Менің бар назарым соған ауған. Командаға көмектесе алғаныма аздап қуаныштымын. Бірақ та екінші жағынан ойында жеңіске жете алмағанымызға көңіл күйім түсті.
Басқа құрамаларды қарасақ, мәселен Аргентина Мессиге, ал Норвегия Холландқа демалыс беріп, оларды соңғы ойында қосалқы құрамда қалдырды. Роналдуды да қосалқы құрамда қалдыру керек пе еді? Біз өз ойыншыларымызды басқа біреулермен салыстырмаймыз. Бұл баланың тірлігі болар еді. Криштиану дәл керек уақытында орнынан табылуға бейімделген. Криштиану үшін барлық 90 минут бойы ойнау проблема емес. Дегенмен келесі ойында бізге өзгерістер қажет болуы мүмкін. Бірақ бұл басқа ойыншылардан барлығына да қатысты. Біз бұл ойында Португалияның әбден шаршағанын көрдік. Неліктен Роналдуды алмастырмауды шештіңіз? Криштиану шабушы, ол айып алаңының ішінде қозғалыстар жасайтын ойыншы. Криштианудың физикалық бабы жақсы, біз оның жағдайын қадағалап отырмыз. Ол өте жақсы өнер көрсетті. Біз барлық ойыншыларымызды үнемі бірге бақылаймыз. Бізге қақпа торына кірген доп жетіспеді. Бірінші таймда бізде гол соғатын мүмкіндіктеріміз болған. Мұндай ойындарда осындай жоғары деңгейлі командаларға қарсы эффективтілік таныту өте маңызды. Бұл алдағы Хорватиямен болатын матчымызға да қатысты. Біз соңына қарай гол соғу үшін барымызды салдық. Колумбия сапалы команда. Луиш Диас пен Хамис Родригесті тоқтатып, оларға мүмкіндік бермеу қажет болды. Командамыз құттықтауға лайық. Енді демалатын уақытымыз келді. Біз Португалиямыз және кез келген құраманы әрдайым құрметтейміз. Біз өз командамыздың сапасын және қиындыққа төтеп беру қабілетімізді көрсеттік. Шеберлігі жоғары команда қиын сәттерде шыдай білуі керек. Меніңше дәл осы қасиетіміз бізге бұл әлем чемпионатында алысқа баруға көмектеседі. Біз бір тұтас командамыз. Басқа да қызықты матчтарға тоқталып өтсек, Аргентина құрамасы топтағы Иорданиямен болған соңғы матчын сенімді жеңіспен аяқтады. Кездесу 1-3 есебімен аяқталды. Мессиді тоқтату мүмкін емес. Ол бұл матчта қосалқы құрамда болғантын. Соған қарамастан голсыз қайтпады. 80 минутта ол айып соққысынан керемет гол соқты. Осылайша ол бұл әлем чемпионатындағы 6-шы голын, сондай-ақ жалпы әлем чемпионаттары тарихындағы 19-шы голын соқты. Сонымен қатар Лео Месси айып соққысынан соққан голдарының жалпы санын 72-ге жеткізді. Әлем чемпионатының 16-1 финалдық кезеңіне өткен барлық командалар өз қарсыластарын анықтады. Нағыз қызық енді басталады. Кімге жанкүйер боласыздар? Пікірге өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Португалияның жолы қиын болса, Аргентинаға керісінше өте жеңіл қарсыластар түсті. Оны біз алдыңғы видеода талқыладық. Португалия мен Аргентина тек финалда ғана кездесуі мүмкін. Потенциалды Франция, Германия, Бразилия, Англия, Испания, Португалия деген секілді өте қызықты матчтардың куәсі болуымыз әбден мүмкін. Ол үшін аталған жоптар өз қарсыластарынан қиналмай өтулері тиіс. Осымен бүгінгі шығарылымымыз өз соңына келіп жетті. Егер ұнаған болса, лайктарыңызды басуды, сондай-ақ арнаға жазуды ұмытпаңыздар. Бізде басқа да өте қызықты видеолар жетерлік, көруге кеңес береміз. Келесі кездескенше аман болайық.